Қайырлы күн, құрметті достар, ассалаумағалейкум. Қарызсыз қоғам жобасы аясындағы біз сіздерге арналған қаржылық сауаттылықты арттыру бағытындағы сабақтарымызды жалғастырамыз. Мына сабақта сіздермен бірге ұзақ мерзімді стратегия және де мотивация бергім келеді көп адамға. Одан кейін қосымша жұмыс, өзі біз андай қазақпыз ғой, не істейміз деп жүреміз, бір нәрсе істеу керек еді деп, әсіресе кешкі уақытта түнде жатар кезде қалаған бір бизнесті ойлап тастаймыз, есептейміз, санаймыз, сол нәрсе ұйқы бермей қояды. Сосын бірақ әйтеуір түнде ұйықтаймыз, таңертең оянамыз да кешегі ойлаған бизнесіміз, бір нәрсе істеу керек, жасау керек деген дүниенің барлығы өкінішке қарай ұмытып кетеміз. Сондықтан енді мен айтамын, үнемі жазу керекпіз, оны сызу керекпіз деген секілді. Енді қосымша табыс көздеріне келетін болса, қазіргі таңда мүмкіндік өте көп, әсіресе интернеттің көмегімен, оның ішінде түрлі қосымшалары бар, приложениялар. Ол қосымша табыс, әрине мен келсем, бір айлық ол жетпейді. Егер сіз оны комфортадан шыға алмасаңыз, онда қиын ол нәрсе. Өйткені бір айлықпен ол өмір сүріп жүре беруге болады. Ал енді қосымша табыс, ол негізгі жұмысыңыздан табатын табыстан қосымша сізге кіріс алып келетін пайда көзі деп қарастырсақ болады. Біз өткен сабақтардың бірінде айттық, отбасылық бюджет, оның барлығы осылай есептелу керек. Мінекей қолыңызға кэш қағаз аласыз ба, немесе карточкада жататын ақша ма деген секілді. Енді сол қосымша табыстың жаңа айттым негізгі көзі ол интернет. Бірақ негізгі сауда, офлайн сауда да бар. Бірақ бұл жерде мен бір нәрсені айтқым келетіні, сіздің бір сүйікті ісіңізден бастау алу керек. Яғни қосымша жұмыс көзін іздемей тұрып, анда барып, мұнда барып, болмаса бір интернетті қопармай жатып, сіздің қолыңыздан не келеді? Мәселе осы сұраққа жауап беруіңіз керек. Сіз неге қызығасыз? Сізге не нәрсе ұнайды деген осы сұрақтарға жауап іздеу керек. Мүмкін көп адам айтады маған, Дәулет мырза, қандай бизнес бастасам ақша келеді дейді. Мен айтам, кез келген бизнес. Автомойка ашсаң да саған табыс әкелуі мүмкін. СТО ашсаң да сізге табыс әкелуі мүмкін. Немесе үйде пирог, торт, пирожки сатсаңыз да табыс әкелуі мүмкін. Бірақ мен сізге пирожки сат, торт сат десем, бірақ қолыңыздан ол нәрсе келмесе, ана жақсы талпынып бір тортты пісіресіз, ол көңілден шықпайтын болса, сіздің бизнесіңіз ұзаққа бара ма? Әрине ол ұзаққа бармайды. Сондықтан бірінші кезекте бизнес қосымша жұмыс көзін неден бастаймын деген кезде адам өзінің қолынан келетін мүмкіндіктерді көру керек. Мен қолымнан тоқу келеді, немесе пісіру келеді, немесе мен ауыр заттарды жақсы көтерем деген секілді кейбір азаматтарымыз болады сондай. Сөйтіп ол өзінің қай салаға қарай бағдар алатынын айқындайды. Одан кейін енді біз ұзақ мерзім стратегия дедік қой, сол қосымша табысқа да келген кезде ол сізге қанша қаражат талап етеді, шығындары қандай болады дейтіндей есеп болу керек. Әрине кейбір бизнес тренерлер айтып жатады, кейбіреулер көпіріп жатады, бизнес 0 теңгеге бастадым дейді. Жоқ, кешіріңіздер, ешқандай бизнес ол бәрібір айналып келген 0 теңгеге басталмайды. Сіз тіптен бір тауарды алғанның өзі ол ақшамен басталады. Жай ғана нарықтық экономикада дәретханаға кіргеннің өзі 100 теңге ғой, 50 теңге мысалға. Ал қалай сіз бизнесті 0-ден бастадым деп көпіресіз? Жоқ, ондай емес. Бизнесті бастау үшін қандай да бір қолыңызда жоқ дегенде мүмкін 50 000 теңге шығар. Енді менің өзімнің бір кейсімде болды. Қаншама адамға бағдар беріп жүргенде Қызылордалық Гүлзат есімді оқырман болды. Пандемия кезінде жазды, қиналып отырмын, ақшадан бір көмегіңіз бере аласыз ба деген кезде. Енді пандемия кезінде менде керісінше жарнамадан көп табыс түсіп жатты, онлайн сабақтар шығып жатты. Сөйтіп қойшы әйтеуір біраз қазаққа көмектескенім бар. Енді ол мақтанатын нәрсе емес, мақтанышым емес десе де көп мысалдарды көрдім. Сонда менің есімде қалғаны Қызылордалық Гүлзат есімді оқырман мен 50 000 теңге аударамын. Соны ол айтады, үйіме ет алайын ба деп ойладым да қойшы осы күністік деп не кезі ғой, мамыр кезі, сәуірдің аяғы, мамырдың басы. Сөйтеді, сол сіз берген 50 000 теңге мен морс бизнесін бастап кеттім дейді. Морс бизнесі. Енді ол
қатты шығынды талап етпейді, өйткені су бар дейтінде, оның қоспалары бар, сироптары бар дейтінде, қанты бар да. Сонымен 50 мың теңгеге бизнесін бастап кеткен Гүлзаттың қазіргі таңдағы табысы 1,5 миллион теңге. Қызылорданың бірнеше дүкендерінде сол морсты сатып отыр. Сенбесеңіздер, менің ол жайлы өзінің Instagram аккаунтында да бар ол. Және де бір қызығы, осы өткен жылы қателеспесем, мынау жергілікті кәсіпкерлердің жәрмеңкесі болған кезде Гүлзаттың морс өнімдері Қызылорданың ең бетке ұстар тауары болды. Көрдіңіз бе? Сондықтан 0 теңгемен бастай алмасаңыз да кемінде 50 мың. Кейбір адамдар бар, 50 мың, 100 мың теңгемен кәсіп бастап көтеріліп кетеді. Кейбір адамдар бар, кәсібіне 5 миллион, 10 миллион салады да банкрот болып отырады. Бұны мен ойлаймын, Алланың берген, Құдайдың берген несібесі біріншіден, екіншіден сенің өзінің әрекетіңмен ынтаңда. Сол жұмысыңды махаббатыңмен істейтін болсаң, сол жұмысыңды барлық ынтаңмен істейтін болсаң, ол өзі жайлап келе береді нәрсе. Әрине, кәсіпке ол қаржы салу қажет болса, не істеу керек? Қажетсіз заттарды сатып, оның қаржысын пайдалану керек. Бізде сол жоқ. Әсіресе қазақ аудиториясына. Орыстарды қараңыздаршы. Болмайтын бір түймені, түйреуішті сатып отырады бар ғой. Жайып қойып, есік алдыңға болмаса, OLX-қа кіріңіздерші мысалы. Ұялмау керек менің ойымша. Бізде қазақта не кедей болсаң көшіп көр дейді. Ой, бұл өзімізде үй жоқ, пәтерден пәтерге жүреміз, ана затты қимаймыз. Ал кейбір адамдар одан пайда табады. Түйреуіш сатып та пайда тауып жүрген адамдар. Ине сатып та, мысалға. Сондықтан үйіңіздегі, енді мынау жаңа айтқан түрлі сайттар бар ғой, үйіңіздегі сол керек емес заттарды сатудан бастасаңыз екен деймін. Өткенде бір қызық болды. Бір ескі форматтағы магнитофон керек болды енді. Қазір енді үйімізде ұстамаймыз, оны бәрінде флешка, YouTube, телефон болып кеткен, OLX-қа кірем. Бірнеше адам өзінің ескі құсқызатын сатып отыр. Ал сол магнитофонды біз 8 мың теңгеге сатып алдық. Декорация ретінде керек болып қалды да, мысалға. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол кім өтеді, оны қалай өтеді, кім алады деген сияқты ой болмау керек менің ойымша. Одан кейін енді біз айттық, шығыстарыңыз жазасыз, үнемдеу керек деген секілді. Одан кейін кірістің әрине бірде бар, бірде жоқ, бірде көл, бірде шөл болғаннан гөрі тұрақты түрде сізге кіріп тұратын кіріс болғаны абзал. Бірақ енді ол да оңай жол емес, себебі кез келген кәсіп, сол бір нәрсе бастағаны оңай бола салмайды. Кез келген нәрсеге ол кәсіп болсын, болмаса сіз жаңағы жай бір қосымша жұмыс болсын, курьер, доставка, мейлі такси қызметі болса да, кемінде сізге адаптация болу үшін, үйрену үшін, психологиялық мүмкін кейде бір давлениялар болуы да мүмкін қысымдар, Соның бәрін үйрену үшін адамға кемінде 6 ай керек. 6 ай. Бізде не істейміз? 1 айдың ішінде байып кеткіміз келеді, 2 айдың ішінде деген секілді. Бағана айттым, интернетті біз 2-ге бөліп алуға болады. То есть өмірді былайша айтқан, онлайн өмір, офлайн өмірді. Офлайн жұмыста білесіздер, курьер, тамақ жеткізу, такси қызметін айтып отырмыз, жөндеу, анау бар ғой, найми кезіп деген сайттарға мысалға сіз өзіңіздің қызметтеріңізді ұсынсаңыз болады. Жаңағы сантехникалық, мүмкін жиһаз жасайсыз, мүмкін кафель жасайсыз, мүмкін ремонт жасайсыз деген сияқты. Бір реттік жұмыстары бар, түрлі дүкендерде немесе кафелерде мемлекеттік сатып алу, госзакупты алуға болады. Енді оны онлайн жұмыс деп те, офлайн жұмыс деп те қарастыруға болады. Екі жақта да себебі мемлекеттік сатып алуларда сіз бірінші кезекте интернетпен жұмыс істейсіз, одан кейін ол тауарлардың барлығын жеткізу, акт, қабылдап алу деген барлығы ол офлайн жүзеге асатын нәрсе. Енді онлайн ол әрине SMM, қазір маркетплейстер көп, инстаграмдарда көп адамдар табыс тауып жатады. Мобилографияны да монтаждап, мысалға менің бір блогер танысым бар, оның видеоларын өзі түсіріп жүреді, бірақ монтаждайтын кезде ана жақтағы басқа қаладағы монтаж жасайтын жігітке жібереді, ол жасап береді. Видеолардың бәрін жібере салады Telegram арқылы. Сосын ол арнайы приложение монтажын жасап береді, кейін ол қайтадан жібереді, сөйтіп онлайн жұмыс жасап отырды, қасында жүрмей-ақ. Айтам, ана адамға қанша бересің десем, айтады,
мысалы әр видеоға әртүрлі 20 мың беремін, кейде 30 мың беремін деген секілді, көрдіңіздер ғой. Сондықтан адам міндетті түрде іздену керек. Енді біз табыстардың барлығын қараған кезде мен үнемі айтамын, әсіресе біздің қазақ тілді аудитория Роберт Кийосакидің кітабын оқыса екен деймін. Богатый папа, бедный папа, яғни қазақша айтқанда бай әке және кедей әке. Сол жерде активті табыс және де пассивті табыс, соның барлығы жақсы көрсетіледі. Ол пассивті табыс дегеніміз сол бір қосымша табыс көзі, сізге мына жерде де көріп тұрсыздар, жалға беру деп жатырмыз, хобби арқылы, желілік маркетинг, инвестиция деген, ол не дәлгі акцияның өзі өсетін болса, сізге қосымша әйтеуір бір табыс алып келетін табыс көзін айтуымызға болады. Осымен дәл мына видео сабақты аяқтаймын. Келесіде сіздер сол нақты бір мысал ретінде қалай жұмысқа орналасу керек, не істеу керектігі туралы айтамыз. Ол сабақты міндетті түрде көріңіздер.